Жақындарымызға дәмді лавашты үйде де жасап ұсына аламыз. Оларды қуанта аламыз. Ең әуелі бізге кетчуп, майонез қажет. Және арнайы сатып алынған қамырын аламыз. Және чипсиді таңдауларыңызға қарай. Және огурцы, помидорымызды жуып аламыз. Тауық еті, сәбіз салат. Енді бәрін әдемі жуып болғаннан кейін сопақша турап шығамыз. Және чипсимізді алып, қамырымыздың дәл ортасына майдалап турап шығамыз. Оның бетіне огурцымызды ұзынша етіп қойып шығамыз. Майонезімізді ұзынша себеміз, сәбіз салатымызды қоямыз. Помидорымызды қойып шығамыз. Және кетчупты себеміз. Оның үстіне әдемілеп тауық етін молырақ қып сеуіп шығамыз. Енді әдемілеп бос емес қысып орап шығамыз. Қызып тұрған табаға салып, үстінен басып қыздырамыз. Дайын болған лавашты жақындарымызға, балаларымызға ұсынамыз.